Оңай тоқыма каналына қош келіпсіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай әдемі пинетка тоқып үйренетін боламыз. Бұл туылғаннан 6 айға дейінгі өлшемді тоқыдым. Табаны 13 сантиметр. Размерін сіздер Google'дан, яғни интернет желісінен алсаңыздар болады. Енді жұмысымызға кірісейік. Ол үшін бізге керегі 3 түрлі жіп. Өзіңіз қалаған жіпті алсаңыз болады. Крючок номер 2,5 және өлшеуге арналған сантиметрлік лента болса жеткілікті. Ендеше жұмысымызға кірісейік. Жібіміздің ұшы мынау, осылай қойып аламыз. Крючогымызды кіргізіп, осылай шығарып аламыз шеңбер ішінен. Енді 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Крючокқа жіпті іліп, осы шеңберінің ішінен 2 столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный петля көтереміз, крючокқа жіпті ілеміз. Дәл осы шеңбердің ішінен тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. Қайтадан осы шеңбер ішінен енді 2 столбик, 2 воздушный петля көтереміз. Тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный петля көтереміз. Енді бұл соңғысы, 4-ші, дәл осылай тағы да. Бір, 2, 3, 4. Енді жібімізді тартамыз. 2 воздушный петля көтеремізде, алдындағы 3 воздушный петля көтерген тұстан, 3-ші воздушный петлядан жұмысымызды осы тұстан аяқтаймыз. 1, 2, 3. Енді бұл жібімізді қиып аламыз. Енді ақ түсті жібімізді алып, ары қарата тоқимыз. Кез келген бұрышынан бастап тоқсаңыздар болады. Мен осы жерінен бастаймын. Жібімізді дәл осылай ілдіріп аламыз, ішінен шығарамыз. Енді 3 воздушный петля көтереміз. 3 көтердік. Енді осы арканың ішінен 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. Енді 1 воздушный петля көтереміз. Келесі алдыңғы қатардағы 2 воздушный петляның аралығынан тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. 2 воздушный петля көтереміз. Бұл бірінші бұрышы. Енді дәл осы аркадан қайтадан 2, 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. 1 воздушный петля көтеремізде, бұл бірінші бұрыш. Келесі аралыққа, алдыңғы қатардағы 2 воздушный көтерілген жерге крючокқа жіпті іліп,
күрчөгүмүздү сол жака апарамыз. Мінекей, бұл жерден де 3 столбик с накидым токойбуз. 2 3 2 воздушный петля көтереміз. Дәл осы жерден тағы да 3 столбик с накидым токойбуз. Міне 2 3 1 воздушный петля. 2 воздушный петля көтергеніміз бұл бұрышы. Міне мынау бірінші қазір бітеді, мынау 2, мынау 3, мына жақта 4-ші. Енді мына жаққа қарасаңыздар, тағы да 2 воздушный петля көтерген жер қалды. Дәл солай қайтадан осы тұстан 3 столбик с накидым токойбуз. 2 воздушный петля көтереміз, қайтадан 3 столбик с накидым токойбуз. 2 воздушный петля. Енді дәл осылай тағы да 3 столбик с накидым токойбуз. Мінекей. Енді 1 воздушный петля көтереміз. Әр аралықта 1 воздушный петля, ал бұрышта 2 воздушный петля көтеріледі, соны ұмытпайық. Енді күрчокқа жіпті іліп, бағанағы бастаған жерімізге қайта келдік. Осы тұстан 3 столбик с накидым токойбуз. 2 3. Енді 1 воздушный петля көтеріп, күрчокқа жіпті ілемізде, алдындағы тоқыған 3 воздушный петляға күрчөгімізді апарып, осы жерден күрчөкті шығарып аламыз да, міне осыдан жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей, бұл бізде екінші қатар аяқталды. Енді бекітіп, жібімізді қиып аламыз. Енді бізде үшінші түсті жібімізді аламыз. Әр түрлі түсті жіптерді таңдасаңыздар болады, ол өз еріктеріңіз. Енді кез келген жерін бұрышынан бастауға болады. Мінекей, осы тұстан бастайын. Осылай күрчөкқа жіпті ілдіріп шығарып аламыз. 3 воздушный петля көтереміз. Дәл осы тұстан 3, яғни 2 столбик с накидым токойбуз. 1 2 1 воздушный петля көтереміз әр бұрыш аралықта. Енді біз бұрышқа бармай тұрып, ортада мінекей бір аралық бар. 3 алдындағы қатардағы көтерген 1 воздушный петлямыз. Осы тұстан күрчөгімізді салып, 3 столбик с накидым тоқып аламыз. Тоқу барысында артық жіптерін қосып тоқып отырыңыздар. Мінекей 2, енді 3. Енді 1 воздушный петля көтереміз. Енді бұрышына келдік. Бұрышыда алдыңғы қатар сияқты тура 3 столбик с накидым, 2 воздушный петля, 3 столбик с накидым. Яғни узор дәл сол қалпы қалады. Сол қалпы қайталана береді. Дәл осылай соңына дейін, мына жақтан 3, мына жақтан 6, арасында 2 воздушный петля болады. Бұрыш аралықта мінекей 1 воздушный петлядан көтеріп отырып, соңына дейін өзіміз тоқимыз. Мінекей жасылды соңына дейін аяқтадым. Енді қызыл түсті жібімізді алып, қайтадан бір қатар тоқимыз. Осылай кіргізіп алып, 3 воздушный петля көтереміз. Енді осы тұстан 2 столбик с накидым тоқимыз. Енді 1
воздушный петля. Енді бізде бағана алдыңғы қатарда бір арка еді, енді бұл жолы бұл қатарда екі арка пайда болды. Осы екі аркадан 3 столбик с накидом, бір воздушный петля мына тұстан, мына аркадан 3 столбик с накидом, бір воздушный петля. Бұрышына келгенде дәл осылай 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 3 столбик с накидом. Дәл осылай жалғасып кете береді. Әр аралықта мына біткеннен кейін бір воздушный петля тоқып отыруды ұмытпаймыз. Және де бұрышта 2 воздушный петля болады. Дәл осылай қызыл түсті өзіміз соңына дейін аяқтайық. Қызыл түстіні аяқтадым. Енді қайтадан ақ түсті жібімізге оралатын боламыз. Ол үшін кез келген бұрышынан алып, 2 воздушный петля көтерген жерден, яғни соның ішінен аламыз. Мына 1 воздушный петля, мынау 2 воздушный петля. Осы бірінші воздушный петлядан крючогымызды кіргізіп алып, жібімізді шығарып аламыз. Енді 3 воздушный петля көтереміз. Крючокқа жіпті іліп, келесі тұрған воздушный петлядан столбик с накидом тоқимыз. Енді ары қарата крючокқа жіпті іліп, енді 3 столбик с накидом әрқайсынан бір столбик с накидом аламыз. Неке 1, 2, 3. Не? Енді тағда бір воздушный петля бар. Осы воздушный петляны бұлай ішіне кіргізіп емес, осының мінекей жіптің ішінен аламыз. Қайтадан көрсетем. Мінекей бір воздушный петлямыз тұр. Осыған крючогымызды кіргізіп, жібімізді ішінен тоқу барысына кіргізіп отырамыз. Жібіміз шығарып алып, бір столбик с накидом тоқылды. Енді әрі қарата әр столбик с накидымнан біреу тоқимыз. Дәл осылай мына тұсқа дейін дәл осылай тоқылады. Міне бұрышына келдік, крючокқа жіпті іліп, осы бұрыштан 2 столбик с накидом тоқимыз, 2 воздушный петля көтереміз. Дәл осы аркадан тағда 2 столбик с накидом тоқимыз. Міне. Енді әр столбик с накидымнан жаңағыдай қайтадан қайталанады. Воздушный петля тұрған жерден бір столбик с накидым аламыз. Яғни сол воздушный петляға кіргізіп, дәл осылай ағымыз осы тұсқа дейін тоқылады. Міне ақты соңына дейін тоқыдым. Мына жақтағы 3 столбик с накидымды тоқып, бір воздушный петлядан бір столбик с накидым алдым. Осымен ақ аяқталды. Енді 2 воздушный петля көтеріп жұмысымызды айналдырамыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Бірінші тұрған петлядан емес, келесі тұрған петлядан столбик с накидым тоқимыз. Әрі қарата дәл осылай қайталанып тоқылады. Қазір бұрышына келген кезде қалай тоқитындығын тағы бір рет көрсететін боламын. Мінекей бұрышына келдім. Крючокқа жіпті ілеміз. Осы арканың ішінен 2 столбик с накидым алып, 2 воздушный петля көтереміз де, дәл осы аркадан қайтадан 2 столбик с накидым тоқимыз. Енді әрі қарата дәл осылай әр столбик с накидымнан біреуден тоқылатын болады. Мінекей бұрышы осындай арка болып түсетін болады.
Дәл осылай аяқтың размері қанша сантиметр, сіздерде қанша, сол сантиметрге дейін көбейтіп ақты тоқып, ақ тоқылып кете береді. Қазір аяқталғанын көрсететін боламын. Өзіміз тоқиық. Мінекей мен төрт бұрыштыны тоқып бітірдім. Өлшеп көрейік. Мінекей 15 сантиметр, былайынан да 15 сантиметр болды. Енді пинетканың оң бетімен тұра береді. Оң бетімен бір-біріне беттестіреміз. Осылай. Дәл осылай беттестіреміз. Мынау аяқтың кіргізетін жері, аяқтың мына жақ өкшесі, аяқтың арқа жағы және де табаны. Иненің көмегімен ең алдымен осы тұстан бастаймыз. Мен мына жақты 6 сантиметр етіп аламын. Сіздерде өлшеген размеріңізге қарай аласыздар. Мінекей 6 сантиметрім осы тұста міне. Мына жерде 6 сантиметр. Осылай айналдыра тігіп келеміз. Осы тұсқа дейін. Мінекей айналдыра тоқып келдім. Міне осылайынан. Енді мына жақтағы ұшын тағы да бір рет өлшеп көрейік. Мінекей 7 сантиметр. Енді осылай алып бір ұшын қосатын боламыз. Мына жақтағы жіп тұр ғой, міне ине. Енді осының ұшын тауып аламыз. Осылай алып, мұндағы әр петлядан қосатын боламыз. Мінекей дәл осылай бір-біріне осылай қосамыз. Арғы бетінде әр петляның бір-біріне беттестіріп, дәл осылай тігіп шығамыз. Дайын болған түрін қазір манекенге кигізіп көрсетемін. Мінекей мен соңына дейін тоқып бітірдім, тігіп бітірдім, артық жіптерін жасырдым. Дәл осылай болып шығатын болады. Менімен бірге тоқып көріңіздер. Және де маған лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая.